бүгінгі біздің жаңа сабағымыз екінші 90-ның басталуына байланысты екінші тарау сандық қолданбалы өнер элементтері бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сілтемелерде жаңа сабағымыздың тақырыбы пирография өнермен танысу және де оларды зерделеу технологиясы бойынша сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымызды бастарынан алдын сіздеріңіз бірінші түгенде болайық. Кім жоқ бүгін? Мұхаммед жоқ, бір оқушы жоқ. Қалған дәптердің бәрінің алдында. Ал енді жаңа сабағымыз бойынша пирография ағаштармен және де сәндік әрендеудің түрлері бүгін жаңа сабағымыз. Ал енді мына жерде пирография өнері бойынша жалпы алғанда балдар пирография дегеніміз не ол? Пирография дегеніміз ол қалай жүргізіледі, қалай жүзеге асырылып келген, сол жайында бүгін сіздерге жаңа сабағымызды бастаймыз. Ал енді пирография өнері бойынша ағаштың тілінде пирография дегеніміз ол не ол? Ал енді мынау пирография өнері бойынша жалпы біздің сабағымызға қажетті материалдар. Мына жерде түрлі ағаштар берілген. Бұлар қалай жүргізіледі? Мысалға, ағаш бетіне күйдіріп өрнек салу ежелден 19 ғасырдың басында және де 20 ғасырдың аяқ кезеңінде басталған. Яғни мына жерде көрсетілген адамдар ағашты күйдіріп жүздеген жыл бұрын шұғылданып келген. Яғни пирография термині Англияда пайда болды. Алғашқыда ағашты қыздырып, кесеуменен және де сурет салу арқылы басталды. Пирография терминіне грек тілінен аудармасы отпен сурет салу дегенді аңғартады. Яғни 19 ғасырдың соңында және 20 ғасырдың басында пирография үшін пагуэ хирург аппаратын қолданылды. Яғни бұл хирург аппараты дегеніміз ол қалай? Медицина тілінен алғанда жаңағы спиртті және де бензинді пайдаланып, осындай әдіс тәсілдермен ағаш бетіне күйдіріп өрнектер салу. Ал енді біртін келе пирография өнері дамый келе бұны түрленді. Мысалы, қалай түрленді? Қолдан жасап алды шеберлеріміз. Және де оны қыздыру арқылы, ток көздеріне жалғау арқылы жұмыс жүргізді. Яғни бұл жерде күйдіру аспабы дами келе мына жерде. Мысалға, пирография яғни бұл ешбір көндірді. Мысалға, бірінші рестат және де ток көзі, резерватор және де жаңағы несі ішіндегі блок питаниясы. Осыларды құрастыру арқылы мынандай қазіргі заманның аспаптары пайда болды. Яғни, мысалы, электр күйдіргіш қазіргі заманда электр күйдіргішпен орындау корпусы пластмассасы бекітілген күйдіргіш ұштары қазақша тіліне аударылғанда. Яғни спираль және де нефрон дейді. Мысалы, басындағы мына жерде көрсеткен нефрон деп айтады бұлардан. Сол арқылы электр желісіне тығу арқылы ағаш бетіне күйдіріп түрлі өрнектер салды. Ал енді, балдар, мысалға біз бұл пирография өнерімен электр күйдіргішпен жұмыс істегенде біз міндетті түрде ережелерді сақтай отырып жұмыс істеуіміз керек. Себебі электр қауіпсіздігі, техника қауіпсіздігі және де жұмыс барысында қауіпсіздік ережелері үш кезеңге бөлінеді. Біз бастауыш сыныпта сіздермен өткенбіз. Жұмыстың барысындағы және жұмыстың соңындағы, жұмыстың аяғындағы ережелер. Яғни бұл жерде қауіпсіздік ережелеріне мысалға
қосылған аппаратты қараусыз қалдыруға болмайды. Және штиктегі аппараттарды тоқтан ар жақта кейіннен ауыстыру керек. Қызып тұрған штиктерді мен қолмен ұстап көруге болмайды. Тоқтың үзілісі және жер немесе ашық жерге кездесіп тұру мұғалімнің хабар ету керек. Мысалы үшін ол қалай? Мысалы ашық тұрған шнуры болса, болмаса жаңағы ашық қалған жері болса, жерінен мысалы шнурды не істеу керек? Вязалкамен, болмаса жаңағы вязалка емес, скотчпен, болмаса изолентамен орау керек. Сәл жаңылыстырмаңыз алда. Енді мына жерде мен сендерге пирография өнері бойынша балдар кішкене видеоролик дайындадым. Бұл жерден сәл кішкене мағлұмат алдым. Жаңа ауысып көшіріңіз. Міне балдар қысқаша мынау жалпы ағаш бетінде күйдіріп өрнектелген жұмыстардан слайдтар көрінеді. Яғни бұл жерде мысалы үшін біз сендерге таныс бұл жұмыстың барлығы бастаушылықта да істегенсіңдер. Жалпы ағаштың бетіне күйдіріп өрнек салу технологиясы. Мысалы 5-6 сыныпта өттіңдер өздеріңе ағашты күйдіру жолдарын, ағашты жаңағы қалай өрнектеу керек, электровыжигательмен қалай жұмыс істеу керек бойынша. Ал енді сендерге қысқаша таныстырып өтейін, деді ағаштың химиялық, физикалық қасиеттері бойынша мен сендерге қысқаша тест сұрақтарын берейін. Жұмыс бойынша жұмыс жүргізуде екеуге қарап. Бұл жерде сұрақтар берілген ағаштың механикалық қасиеттері, ағаштың және физикалық қасиеттері. Осы бойынша сендерге қысқаша түсініктерді жазып өтіңдер. Ағаштың түрлері мысалға өсіп тұрған ағаш қанша бөліктен тұрады, және де ол
жаңа ағаш материалдары қай жерден алынып тақтайлар, олар қандай ағаштар, жұмсақ па, қатты ма деген сияқты қысқаша өздерінің түсініктеріңізді жұрттық жұмыс есебінен түсіріп өтсіңдер. Жаза беріңдер. Ағаштың ең бастапқы қасиеттері. Жаңа видео кітапқа сүйенсің шықпады? Кітапқа сүйенсің? Қайдан өтті кітапты? Неге қысасың? Дұрыс шықпайды. Dayınızın da mevsimleri de çevirilir de bozulur mu? Başlar aşağı, özellikle aşağı sündürülür. Kilo var. Ben size işte. Kilo var. Ağaçtın kasetleri ikiye bölünеді. Fizikалық және механикалық. Физикалық қасиеттеріне жылу өткізгіштігі, дауыс өткізгіштігі, электр қасиеттері және сыртқы үрдісі. Ал механикалық қасиеттеріне беріктігі, қатқылығы
жабдықтарға өнімдерге техникалық сипаттамалар жатады. Отырып. Тағы да келесі. Ағаштың қасиеті екіге бөлінеді. Біріншісі физикалық, екіншісі механикалық болып бөлінеді. Физикалығы жылу өткізгіштігі, өнімділігі, техникалық сипаттамасы және механикалық қасиеттері жылтырлығы, тегістігі, сырт келбеті, дыбыс өткізгіштігі, ылғалдығы. Ағаштың механикалық ағаштар арқылы екіге бөлінеді. Ағаштың бірінші қасиеттері, бірінші қасиеті ағаштың физикалық қасиеті жылу өткізгіштігі және дыбыс өткізгіштігі, электр қасиеттері ылғалдылығы, диектілігі, күші, сырт көрінісі. Ағаштың механикалық қасиеті. Ағаштың құрылып көрінісі қандай болады? Сырты